Сәлеметсіздер ме, гүлсүйер қауым. Қазір біз мынау архизион, яғни түйінгүл гүлінің жаңағы күтімі жайлы кішкене айтып өтпекпіз. Мынау жаңағы түйінгүл деп аталады қазақша, ал енді кәдімгі ғылыми атауы архизион деген гүл. Бұрын менде осының үлкен өскен несі бар тұғын, гүлі бар тұғын. Ол оның бұтақтарын осылай кесіп, екі ыдысқа кішкене ғана отырғызғанмын, бір ғана жаңағы 4-5 жапырағы бар. Мінекей қыстай бұлар терезе алдында өсіп, міне ыдыстары да кішкентай, өздеріңіз көріп отырсыздар, осы ыдысқа кішкене ғана талын еккен болатынмын. Олар міне қыстай жылы үйде жақсы күтімде мынандай әдемі болып бұтақтарын жайып, дөңгеленіп өсіп келеді. Енді біз көктем болғаннан кейін біз бұны жаңағы марганцовка суымен алдын ала езіліп қойған суармақпыз. Өйткені көктем енді күн жылынғаннан кейін бұларды 1 рет марганцовкамен суарып қойса, жаңағы өте жақсы жапырақтарын жайып, осылай өседі. Бұл гүлді көп жаңағы суара беруге болмайды. Аптасына 1 рет әбден құрғап, мынандай ыдысы кепкен кезде суару керек. Мінекей көріп тұрсыздар. Енді бұл гүлге 2 аптада 1 рет витаминдер, не болмаса тыңайтқыштар беріп тұру керек әртүрлі. Енді мен бұларға қыстай қар суымен суаратынмын арасында, одан кейін түрлі ненің тыңайтқыштармен суаратынмын. Ал енді осы жолы бүгін мен марганцовкамен суармақпын. Марганцовкамен суару, бұл архизион гүлі деп аталады дедім ғой бір жағынан. Суару бұны тамырының жаңағы мықты болуына, шіріп кетпеуіне, және сонымен бірге жаңағы жапырақтарының да әдемі болып өсуіне, майда шыбындардың келмеуіне, сондай түрлі микроорганизмдерден қорғап тұрады. Гүл әдемі еркін өседі. Жаңа тағы да қайталап айтам, гүлді әбден құрғаған кезде суару керек. Бұл жаңағы архизион гүлінің бір ерекшелігі сол. Су әбден құрғаған кезде құю керек. Мінекей, бүгін біз бұған марганцовканың мынадай ерітіндісімен суарамыз. Архизион гүлін осылай 2 аптада 1 рет жаңағындай удобрениесін, тыңайтқыштарын құйып, осындай 1 мезгіл 2 айда 2 айда 1 айда 1 марганцовкамен суарып тұратын болса, 3 жылдан кейін бұл гүл береді. Бұлар енді әлі жас, былай қарасаң, жарты жыл болған гүлдер болған. Айттым ғой, қыстың алдында осылай жеке отырғызған болатынмын. Сондықтан 1 жасқа әлі тола қойған жоқ. 3 жасқа келгенде бұларды гүлдейді деп ойлаймын. Осылай архизион гүлінің ерекшеліктерін білгендеріңіз дұрыс. Тағы да бір айта кететін жағдай, архизион гүлін ешқашанда үлкен ыдысқа отырғызуға болмайды. Архизион гүлін жаңағы кішкене ыдыста, тар ыдыста болса жақсы өседі. Егер ыдысы кең болатын болса, бұлар жаңағы онша өспейді. Осыны есте сақтау керек. Сол үшін де мен әзір мұны горшокқа әлі отырғызған жоқпын. Кейінірек кішірек осы өз сияқты горшокты тауып, соған отырғызамын. Қош сау болыңыздар. Гүлдеріңіз әдемі болып өссін. Архизион гүлі туралы да біліп жүріңіздер. Достарыңызбен, жақындарыңызбен бөліссеңіздер де болады.